Бәріне сәлем. Мен мына оқиғаны интернеттен тауып алдым. Бұл оқиға маған қатты ұнап қалды. Сондықтан бұны мен орыс тілінен қазақ тіліне аударып сіздерге айтып бергім келеді. Бұл оқиға менің өмірімдегі ең мистикалық жағдай. Осы оқиға арқасында мен о дүние, шайтандарға және ақылға қонымсыз мистикаға сенетін болдым. Бұл әңгіме өте ұзын болады, және осының ішіндегі бәрі ащы шындық екеніне мен сіздерге ант беремін. 2004 жылы оқу бітіріп көбісі жас балдар сияқты институтке түскім келген. Бірақ өзімнің сауатсыздығымның арқасында мен колледжге түстім. Ол да әрине аз емес. Аман-есен экзаменді тапсырып оқу бітірер алдында маған әскерге шақыру қағазы келді. Мен көп ойланбай бармайым деп шештім. Әрине, әскерге барып келген адамдар мен сияқтыларды қорқақ дейді. Бірақ маған келсек, мен ондай емеспін. 12 жасымда Кропоткин деген кісінің «Анархия» деген кітабын оқып, мен сол кісінің философиясын мінсіз деп шештім. Сол кезеңнен бастап мен таза анархистке айналдым. Бірақ военкоматта бұл ешкімді қызықтырмайды. Сөйтіп медкомиссияға бірнеше күн қалғанда мен керемет қауіпсіз шешім таптым. Мен өтірік есі ауысқан псих боламын деп шештім. Қазір әскерден взятка беріп оңай құтылуға болады. Бірақ біздің отбасымыз бай емес. Ондай соманы төлеуге әліміз келмеді. Күрең тамырымды жайлап, зиян тигізбей кесіп медкомиссияға өтуге кеттім. Бұл жарақатты психиатр көріп ашулана бастады. Өйткені мен олардың білмеймін бір статистикасын бұзып тұрдым. Ол маған психдиспансерға 25 күн тексерілуге жолдама жазып берді. Диспансерға келгенде, олар бірден менің сырт киімімді және телефонымды тартып алып палатаға орналастырды. Палатаға кіргенде мен қатты таңғалдым. Палата 40 адамға арналған. Мен мұндайды ешқашан көрген емеспін. Мен басында ойладым, 4-5 адам болатын шығар деп. Бұл бөлменде әртүрлі адамдар болды. Басында маған бәрі сау сияқты қарапайым адамдар сияқты көрінді. Ал соңынан мен бәрін түсіндім. Мұнда мен сияқты әскерден қашқысы келетін жігіттер болған. Шизофрения деген ауруға шалдыққан адамдар, наркомандар және есі ауысқан кісілер де болған. Дәрігер мені мен сияқты әскерге шақырылған жігіттердің қасына апарып қосты. Бүткіл қызықты оқиға мені әлі алдыда күтіп тұрды. Тосын сый мені асханада күтті. Бізге білмеймін бір езілген белгісіз кәш берді. Оны тамақ деп айтуға да келмейді. Және олар соның ішіне бір дәрі қосып береді ау деймін. Өйткені ас ішіп болған соң бас айналып бүткіл агрессия басылады. Келесі тосын сый мені дәретханада күтті. Ас ішіп болған соң біз бәріміз дәретханаға бардық. Дәретханада аумағы шамамен 16 квадрат метр болды. Ал дәрет алатын жер қарапайым жерге орналасқан тесіктер болған. Ешқандай унитаз ондай болған жоқ. Ең желкеніштісі кейбір есі ауысқандар сол жерде өз бұттарыны тұшып жүгіріп жүретін болған. Бөлме жаман сасыды. Әскерге шақырылған қасымдағы жігіттер темекіні ешкімге берме деген. Бірақ мен бір адамға 3 темекі беруге үлгергенмін. Ол сол 3 темекіні 2 минуттың ішінде шегіп бітірген. Мен өзім психологқа оқығанмын. Сол кезде менің мұғалімім маған шизофрениктердің мерт білмейтінін айтты. Бірнеше күннен кейін менің досым маған тамақ алып келді. Біздің қасымызда шизофреник болған. Оның туыстары оны наркотикалық психозбен ауырады деп осында әкелген. Бір күні туысқандары оған ас алып келді. Ол бәрін 5 минуттан кейін толық тауысып, соның бәрін құсып жіберді. Бұған бәріміз таңғалдық. Бұл диспансер өте көне екен. Оның жасы шамамен 100 жылды құрайды. Менің қасымда жасы шамамен 30-дағы жігіт менің қасымда жатты. Бірінші күні ұйықтауға мен қатты қорықтым. Менің қасымдағы көршім түнде тұрып көзге көрінбейтін біреумен сөйлесетін болған. Солай 7 күн бойы жалғасай берді. Содан кейін мен оның дауысына еш мән бермеуге үйреніп кеттім. Келесі түні бір есі ауыз төсектің үстімен жүгіре бастады. Ол менің басымды басып кете жаздады. Медбикелер оны тездетіп орап галоперидол уколын екті. Галоперидолдан бүткіл есі ауысқандар оттай қорықты. Бұл күндері мен өз көршімнен сұрағым келді. Кіммен ол түнде сөйлеседі? Ол өте жабық адам болған. Ешкіммен сөйлеспейтін еді. Мен осы әңгімені сол кісінің кесірінен жазып отырмын. Таңертең мен одан сұрауға шештім. Мен олмен сөйлескенде таңғалдым. Ол қарапайым адам, мектеп мұғалімі, жасы 32-де үйленген адам. Оның мына жерге қалай түскенін айтып беремін. Бір ай бұрын мектептен келе жатқанда мектептің қасында пеналға ұқсайтын зат тауып алды.
Оның ішінде 100 рублей ғана болған. Сол пенауды алып кезекшіге тастап кетті. Сол түні оған шайтан келді. Оны көріп шошып айқалап жіберді. Қасындағы әйелі оянып кетті, бірақ ол ештеңе көрген жоқ. Жаман түс қой деді де ұйықтап қалды, бірақ ол түнімен сол шайтанды көрген. Таңға таман шайтан жоғалып кетті. Келесі күні бәрі тағы да солай қайталанды. Оның әйелі түнгі сменаға шыққан. Сол күні шайтан қасында отырып түні бойы қарап тұрған. Келесі күні тағы да солай. 4 күн ол шайтанды қуып жібергісі келген. Бірақ шайтан керісінше онымен сөйлесуге көшті. Бұл 1 апта жалғасты. Шайтанның әңгімесі мұғалімге ұнаған. Ол аса құпияларды айтып берді және ол болашақты айтып берген. Бұны байқаған әйелі оған дәрігерге қарауға кеңес берді. Мен әрине бұл әңгімеге сенген емеспін. Мен оған бұлай дедім: шайтан шынымен де бәрін білетін болса, давай мен бір құпия затты бір жерге тығып қоямын, ал сен түнде шайтаннан қай жерге қандай зат тығып қойғанымды сұрайсың дедім. Ол келісті. Кешкісін асханадағы құпия жерге мен бір қорап темекіні тығып қойдым. Ешкім мені көрмегеніме сенімді болдым. Келесі түні таңертең ол маған келіп, нені қай жерге тығып қойғанымды бәрін айтып берді. Мен бұны естіп қатты қорқып кеттім. Мен оған неге сен осыны өз игілігіне қолданбайсың дедім. Ол шайтанның оған бүткіл құпияларды айтып бергенін, және ол ешкімге ештеңе дәлелдегісі келмейтінін айтты. Және жақын маңда ол дүниеге аттанатынын айтты. Мен осыны қолданып, одан білмейтін мәселелер туралы сұрағым келді. Бірақ ол керек емес деді. Сен тек бір ғананы білсем болды. Құдай бар. 1 апта мен олмен әңгімелесіп жүрдім. Ал 8-ші күні ол төсектен тұрмады. Ол ұйқы ішінде қайтыс болды. Қалған күндері мен өте қатты таңғалып жүрдім. Мен бұған сене алмадым. Менің тексерілу уақытым бітіп, дәрігерге ата-анам жинаған ақша беріп әскерден құтылып кеттім. Қазіргі уақытта мен институт бітіріп үлкен жігіт болдым. Бұл мәселе менің ойымнан шықпайды. Ең бастысы, Құдай бар екеніне сендім. Бұл бейнеролик ұнаса лайк бас, менің арнама жазыл, және ВКонтактедегі группама жазыл. Көріскенше, достар. Қайырлы түн.